Ани үлкен алтын таразының алдында тұр. Ол жерде Анубис, шакал басты құдай Анидың жүрегін бір ыдыста, страустың перосын бір ыдыста өлшеп тұр. Ани шын болған адам. Ол біздің заманымызға дейінгі 13-ші ғасырда өмір сүрген және Мысырдың Фив қаласының хатшысы болған. Ал мұнда бейнеленген оқиға оның 24 метр ұзын папирустан жасалған және оған мәңгілікті сыйлау керек болған өлілер кітабынан үзінді. Осындай қабірге арналған жазбалар алғашында тек перғауындар үшін жазылатын болған. Бірақ кейінірек мысырлықтар осындай жазбалар қарапайым халыққа да мәңгілікті сыйлай алуы мүмкін екендігіне сене бастады. Анидың батыл саяхаты оның өлімінен кейін басталады. Діни қызметкерлер оның денесін бальзамдайды, эмоция мен сананың мекені деп саналатын жүректен басқа әрбір ағзасын алып тастайды. Содан соң бос денені кристалл содамен толтырып, смола араласқан матамен орап тастайды. Оған қоса матаға қорғаныш амулеттерін бірге салған. Жүрек үстінен қиқоңыз амулетін қойып қойған, кейін оған көмек болады. 2 айға созылған процестің басты мақсаты Анидың денесін идеалды түрде сақтап қалу, өйткені дене мен рух кейін бірігіп кете алады. Бірақ ең алдымен рух дуаттан қабір әлемінен өту керек. Бұл үлкен үңгірлердің, от өзендердің, сиқырлы қақпалардың әлемі. Оны қорқынышты қаһарлы жыландар, қолтырауындар және қан бишісі деп аталатын құбыжық адамдар күзетеді. Әрі қарай тіптен жаман. Апоп, хаостың жылан құдайы, терең қараңғыда жасырынып қашан Анидың рухын жұтамын деп күтіп жатыр. Бақытқа орай Ани өзінің өлілер кітабында жазылған сиқырлар арқылы қорғанған болатын. Ани әдейілеп жазбаға қабір әлемінде қорғануға керек арнайы дұғаларын, тілектерін, сиқырлы сөздерін жазып алған болатын. Дұғалармен қаруланған кейіпкеріміз бүкіл қауіптен аман сау өтіп кетеді және жылан құдай Апоптан да. Одан соң ол Мааттың әділдік пен шындық құдайының залына тап болады. Бұл жерде Аниді соңғы сынақ күтіп тұр. Бұл жерде оны 42 құдай оның өмірде әділ өмір сүргенін тексеруі керек. Ани әр құдайға жеке барып, атымен атап, ол күнә жасамадым деп жалбарынады. Осы жалбарынулар арасында ол ешкімді жылатпағанын, сыртынан тыңдамағанын, қасиетті өзенді бұлғамағандығын айтады. Бірақ Анидың мына айтып жатқандары шындық па? Олай емес, бірақ осы кезде қиқоңыз амулетінің кезегі келеді. Амулетте былай жазылған: маған қарсы куәлік етпе. Соған орай оның жүрегі оның көршісінің ұрыстарын тыңдағанын, не өзенде аяғын жуғанын айтып сатып кетпейді. Енді шындықтың уақыты келді. Анидың жүрегін таразыға салу керек. Егер Анидың жүрегі перодан ауыр басса, оны амат жұтып қояды. Қолтырауының, леопардтың және су сиырдың денесіндегі құбыжық. Және Ани мәңгілікпен қош айтысатын болады. Бірақ Анидың жолы болды. Күн құдайы Ра оны қабірлер құдайы Осириске апара жатыр. Ол оған мәңгі әлемге кіруге соңғы нақты рұқсатты беретін болады. Шексіз, шетсіз қамыс арасынан Ани өлген жақындарын көреді. Мұнда қайғы, ауру не ашу болмайды. Бірақ олар жасау керек жұмыс бар. Қалғандар сияқты Аниде егістікте жұмыс жасау керек. Ол бұрын қабіріне арнайы салып қойған Шепти фигурасымен жұмысын бастайды. Дәл қазір Ани папирусы британдық мұражайда 1888 жылдан бері сақталып тұр. Анидың арғы өмірін өзінен басқа ешкім білмейді. Бірақ өлілер кітабының арқасында біз өзіне қуанышты Анидың мәңгі өмірде, мәңгі егістікте жұмыс жасап жатқанын білеміз.